Зейнетақы тағы да индекстелеме. 2024 жылдың шілдесінде қандай өзгерістер орын алмақ? Арнайы заң бойынша меншігінде 1 гектардан аз жер үлесі немесе учаскесі немесе оның бір бөлігі бар заңды тұлға құрмайтын шаруа қожалықтарының басшылары мен мүшелері сақтандыру жарналарын төлеуден босатылады. Расында осылай ма? Аталған өзгерістердің барлығы да Қазақстанда емес, Қырғыз Республикасында орын алмақ. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Қырғыз Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік зейнетақы әлеуметтік сақтандыру туралы, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру бойынша сақтандыру жарналарының тарифтері туралы Қырғыз Республикасының заңдарына өзгерістер енгізу туралы заңға қол қойды. Заңды Жогорғы Кенеш 2024 жылы 3 сәуірде қабылдаған. Заңның мақсаты мемлекеттік әлеуметтік сақтандырудың зейнетақы және тарифтік саясаты саласындағы реформаны қамтамасыз ету, зейнетақымен қамсыздандыруға қатысушыларға әділ жағдай жасау, ескірген нормаларды жою, зейнетақы тағайындау кезінде халыққа көрсетілетін қызметтерді жақсарту. Заң мынандай нормаларды көздейді. Зейнетақының базалық бөлігі зейнетақы тағайындалған күні зейнетақының сақтандыру бөлігі зейнеткердің 3 ең төмен күнкөріс деңгейінің мәнінен аспайтын адамдар үшін зейнетақының мемлекеттік кепілдік берген бөлігі. Бұл ретте зейнетақының базалық бөлігінің мөлшері зейнетақының толық базалық бөлігі мен зейнеткердің 3 ең төмен күнкөріс мәнін шегергендегі жалпы зейнетақы мөлшері арасындағы айырма ретінде айқындалады. Базалық зейнетақының мөлшерін министрлер кабинеті белгілейді. Зейнетақының базалық бөлігі егер екі зейнетақының жалпы мөлшері зейнеткердің ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болса, индекстеу арқылы орташа жалақының 12%-нан төмен емес деңгейде сақталады. Зейнеткер уақытылы талап етпеген есептелген зейнетақы сомалары өткен, бірақ ол есептелген зейнетақы тағайындауға өтініш берген кезден бұрынғы 5 жылдан аспайтын мерзім үшін төленеді. Зейнеткер қайтыс болған жағдайда қайтыс болған адамды жерлеуге жүзеге асырған адамға өтініш бергеннен кейін 2 апта ішінде 3 есептік көрсеткіш мөлшерінде жерлеуге жәрдемақы төленеді. Сонымен қатар, заңмен меншігінде 1 гектардан аз жер үлесі немесе учаскесі немесе оның бір бөлігі бар заңды тұлға құрмайтын шаруа қожалықтарының басшылары мен мүшелері сақтандыру жарналарын төлеуден босатылады. Сондай-ақ бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен заңды тұлға құрмай дара кәсіпкерлік қызметпен айналысатын зейнеткерлер, дара кәсіпкерлер жұмыс істейтін бірінші және екінші топтағы мүгедектер осы кодекстің бірінші тармағының А тармақшасына сәйкес салық төлейді. Қырғыз Республикасының салық кодексінің 423 бабының бірінші бөлігі, 8-13 бөліктері, сондай-ақ жер үлесі немесе учаскесі немесе оның бір бөлігі бар бірінші және екінші топтағы мүгедектер және зейнеткерлер сақтандыру сыйақыларын төлеуден босатылады. Осы күннен бастап 1 жыл өткен соң қолданысқа енгізілетін осы заңның 2-ші, 3-ші, 4-ші, 7-ші тармақтарының тармақшасын 2 бабының 12-ші тармағын қоспағанда заң 2024 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін болады. Қырғыз Республикасында осындай жаңалықтар орын алуда.